Reddit қолданушылары, сіз әрқашан сұрағыңыз келген шынымен ыңғайсыз немесе ұят сұрақ қандай? Алды сәл ашық киім киетін қыздар әдейі кеуделеріңді көрсету үшін киесіңдер ме, әлде басқа себебі бар ма? Жалғаш суретке түрін көрсетіп түсетін адамдар қалай жасайсыңдар? Біреу танып қояды деген ой болмай ма? Менің жұмыстастарым қанша зарплата алады екен? Осы сұрақ қатты маза бермейді. Әлеуметтік желілерде біреу өліп қалды деген жаңалыққа әрқашан қалай өлді деп жазғым келеді. Бірақ ыңғайсыз ғой деп жазбаймын. Әжетханада тез жұмыстарын бітіріп 5 минутта шығатын адамдар қалай тез жасайсыңдар? Менде керісінше сұрақ сендерге. Қалай ұзақ отыра бересіңдер? Не істейсіңдер ол жерде? Ой, менің сұрағым ұят ыңғайсыз. Сиам егіздері қалай жыныстық қатынасқа түседі екен? Олар екі адам бірге жабысып тұрады ғой. Соқыр адамдар стиль деген нәрсені қалай түсінеді екен? Аяқ киімнің екінші жағын жоғалтып немесе жыртып алған адамдар екінші жағымен не істейсіңдер? Көп балалы аналар, нақты бір балаңызды бәрінен қатты жақсы көресіздер ме, или барлығын бірге ма? Туғаннан саңырау болып туылғандар қалай ойланады екен? Олар ешқандай тіл білмейді ғой, то есть ештеңе естімеді, сөздерді түсінбейді. Мысалы, біз ойланған кезде миымыздың ішінде өзіміздің тілімізде дыбыс сияқты ойланамыз ғой. Вот олар қалай ойланады екен сонда? Ғарышкерлер ғарышта қалай мастурбация жасайды екен деген сұрақ мені мазалайды. Не үшін адамның көтенінде жүн шығады? Осы сұрақ мені мазалайды. Даун синдромы қара нәсілді адамдарда да бола ма? Мен тек ақ адамдардан ғана көрдім. Менде мынадай сұрақ. Біз бетімізді жуып жатқанда қолымызды маңдайға, сосын шашқа жақындағанда тоқтатамыз ғой. Ал тақырбас адамдар қай жерден тоқтатады сонда? Шаш жоқ болса қолың әрі қарай кете беру керек қой негізі, или олай емес па? Ыңғайсыз сұрақ. Зорлыққа ұшыраған аяғы ауыр болған әйел адамдар туылған баласына қалай қарайды екен? Кәдімгі өзінің баласындай қарай ма, или все-таки қабылдау қиын бола ма? Ыңғайсыз сұрағым үшін кешірім сұраймын. Мені солай туған. Мамамды студент кезінде вечерде зорлап кеткен. Ұйқыдан тұрғанда ол жалаңаш және басқа штаттағы қалада оянған. Аяғы ауыр екенін сезгенде ол Чикагоға 2-3 айға қашып кеткен. Кейін амалсыз үйге қайтты. Оның ата-анасы қатты қарсы болды. Тіпті аборт жасату керек деп айқайлаған. Тек әжем ғана өзім бағамын деп алып қалды. Мен дүниеге келгелі жаман сөздерді естіп өстім. Мамам менің қолынан келгенше бағып қақты, жақсы көрді. Және аман алып қалған әжем де қатты көмектесті. Туған күнімде менің өзімнің әжем, яғни мамамның мамасы боқтап ұрсатын. Менің оқиғам осылай болды. Ана болғасын жақсы көреді ғой, қалай дегенмен. Менің де анамды зорлап кеткен. Бірақ ол мені 1 жас 8 айында балалар үйіне тапсырды. Қалай пайда болғанымды кейін ақтарып іздеп біліп алдым. Қазір менің жасым 35-те. Мен өмірді өзім үшін сүріп жатырмын. Туыс, ата-ана деген ешкімім жоқ. Әзірге менде бәрі жақсы. Соқыр адамдар қандай түс көреді екен, маған сол қызық. Үстінен сасық иіс шығып тұратын адамдар басқаларға кедергі жасап жатқан түсіне ме екен? Жоқ, олар бірнеше уақыт өткесін өзінің иісін сезуді ұмытып кетеді. Яғни олар басқа иістерді сезеді, тек өзінің сасық иісін емес. Ұятсыз видеолардың астына коммент жазатын адамдар не үшін жазасыңдар? Ал саған қандай ұят немесе ыңғайсыз сұрақтар маза бермейді? Комментарийға жазсаң болады, бірге жауап іздейміз. Және бүгінгі осы видеода айтылған сұрақтарға жауап іздейік. Сенің қандай жауап берер едің? Видеоны қарап болсаң, ұнаған болса лайк бас, және де тіркелмеген болсаң, біздің арнаға тіркелуді ұмытпа. Және де біздің арнадағы басқа видеоларды қарасаң болады. Бос отырма, ол жерде қызық видеолар көп. Сенің көп уақытыңды алмаймыз. Әрі кетсе 3-5 минуттық видеолар қарап шықсаң болады. Керемет қызықты видеолар бар.